Армысыздар, сіздермен Киномен. Бүгін біз Кайдзи атты фильмге шолу жасаймыз. Арнаға жазылып лайк басуды ұмытпаңыз. Сіздің қолдау мен үшін өте маңызды. Ал біз бастаймыз. Барлығы Байшал Хёттомен танысудан басталады. Ол өте үлкен фирманың президенті. Ол адамға не бедел береді деп сұрайды. Жауаптар көп болады. Бірақ Юко есімді қыз беделді күш береді деген жауабы үшін мақтау естиді. Ол Жапония жас жігіттерге толы жұмыс күштеріне айналады дейді. Сосын біз Кайдзи есімді жігітке ауысамыз. Ол лотереядан ұтылып, жұмысында іші пысып отырады. Ал үйге қайтар кезде бай адамдардың көліктерін жамандап, біреуін теуіп жібереді. Сосын оны көлік иесі қуа жөнеледі. Оның соңы Рико есімді қыз ұстап алып, бірнеше жыл бұрын оның досының атынан несие алдырған. Енді ол жоғалып кеткесін, оны өзі төлеуі керек. Енді бұл қарыз $2 миллион болып кеткен. Әрине, жігіт ондай ақшаны бере алмайды. Сол сәтте қыз оған келісім шарт ұсынады. Ол кемемен саяхатқа шығып ақша ұтып алса, барлық қарыз өтеледі. Солай ол круизге тап болады. Юки олардың жүргізушісі болады. Әр ойыншы 3 жұлдыз алады. Олардың әр қайсысы миллион йен тұрады. Сосын ойында қолданылатын 12 карта үлестіріледі. Егер олар раундта жеңіске жетсе, қарсыласының жұлдызын алады. Жеңу үшін барлық картаны қолданып, кем дегенде 3 жұлдыз болуы керек. Солай ойын басталады. Барлық ойыншылар қарсылас таңдауда. Ал Кайдзиге Дзёдзи ұсыныс жасайды. Ол тең түсу үшін бірдей картамен ойнауды ұсынады. Кайдзи бұндайға келіседі. Басында барлығы келісім бойынша жүреді. Соңына қарай Фунай Кайдзиді алдамақ болады. Кайдзи онымен бірден жұлыса кеткенде күзет оларды ажыратады. Сол кезде Фунай барлығына Кайдзидің соңғы картасын барлығы соңына түсу үшін айтып тастайды. Сол кезде оларды күзет бөледі. Олар Кёдзиді ортаға шығарады. Ол нашар картасын әжетханаға тастамақ болған. Бұл ережеге қайшы әрекет. Солай арада 10 минут өте шығады. Фунай барлығына картаны қайта араластыруды ұсынады. Бұған барлығы келіседі. Кайдзидің бұған жоспары бар еді. Фунай карталарды қайта таратады. Кайдзиге белгісі бар карта келеді. Сосын Фунайға қарсы ойнау үшін Исидамен біргеді. Фунай болса жеңіл келетін жұлдызды күтуде. Себебі ол соңғы картаның қандай екенін біледі. Бірақ Кайдзи оны оңай жеңеді. Оның жоспары Фунай белгілеген картаны міндетті түрде байқайды. Сондықтан басқа картаны белгілеп қойған. Сосын Исуда екеуі жұлдыздарды әр қайсысында 3 жұлдыздан болуы үшін бөледі. Сосын жұпсыз соңғы картаны көрсетіп қояды. Тойлау кезінде Исуда бір картаны ұмытып кеткен. Олар команда болып бірлескендіктен екеуі де жеңілген болып саналады. Оларды бірден қара жұмысқа жегеді. Ол жерде жұмысшыларға құл ретінде қарайды. Жұмыс уақыты өте көп, ал демалыс өте қысқа болады. Ал шер астары ең арзан болады. Демалатын бөлмелері бәріне ортақ. Жалақылары да өте аз, яғни күніне $3. Кайдзи бұл ақшаны жинауға шешім қабылдайды. Бірақ тәтті сататын жерді көргенде өзін өзі ұстай алмайды. Дәл солай басқа да жұмысшылар істейді. Бұл дегеніміз компанияға өмір бақи жұмыс істеп қарызды өтеу керек. Келесі күні жер сілкінісі болып Исида жарақат алады. Кайдзи оны бірден ауруханаға апарады. Ол жерден аурулар ем алып жатпағанын көреді. Солай Макотаны кездестіреді. Ол басшылар бұл жерде қатысушылар ешқашан жеңе алмайтындай ұйымдастырғанын естігенін айтады. Олар үміттерін үзе бастағанда дәрігер уайымдамауларын сұрайды. Өйткені жақында олар халықты жинап қарсылыққа шығамыз дейді. Ертесі күні Кайдзи жолдастарынан ойларынан қайтуларын сұрайды. Бірақ оның сөзін Сахараны алып кетуге келген күзетшілер бөледі. Ол өмірін бәске тігетін ойынға таңдалған. Кайдзи мен Исида ойынға қатысуға өтініш береді. Олардың көздерін байлап діттеген жерге әкеледі. Олардың көздерін ашқанда шатыр үстінде жүргендерін көреді. Юкио оларға ережені түсіндіреді. Әр ойыншыға 10 миллион йен жазылған қағаз береді. Ақшаны алу үшін қарсы бағытта тұрған ғимаратқа жетулері керек. Кайдзи ойынға келісім береді. Оларға бай адамдар қарап отырады.
Кайдзи дәл ортасымен жүру үшін бәтеңкесіне сызық сызады. Бірақ бірден дуалға шыға сала тепе-теңдікті жоғалтады, бірақ құламайды. Кенет найзағай ойнап нөсер жауады. Олардың біреуі бірден құлайды. Ойында Кайдзи, Сахара және Исида қалды. Көрермендер бұған қуана қарайды. Бірақ Рико бұндайға қарай алмай кетіп қалады. Исида өзінің уақыты келгенін айтып, Кайдзиге өзінің ақшасын береді. Бұл ақшаны өзінің қызына беруін тапсырады. Кайдзи бұрылған сәтте Исида жерге құлайды. Біраз уақыттан кейін Кайдзи мен Сахар қарама-қарсы ғимаратқа жетеді. Хёдо оларға терезеден қарап отырады. Сахар есікті ашқан сәтте жел оны ұшырып жібереді. Солай ол төмен құлап кетеді. Кайдзи болса ойын шартын орындап кері қайтады. Солай ол бұл ойында жеңіске жеткен алғашқы ойыншы болады. Оған өздерінің мемлекеттерінің азаматтығын береді. Сосын Исиданың ақшасы саналмайды, ақша қарызын өтеуге кететінін айтады. Одан қалғаны $7,000. Не болса да ол бостандықта. Хёдо Кайдзидің батылдығына тамсанып тағы бір ойынды ойнауға ұсыныс жасайды. Әрбір ойыншы 5 карта алады. Құлдар ұжымы картаны таңдап үстел үстіне қояды. Император ұжымы оған өз картасымен жауап береді. Бірақ құлдың жеңу мүмкіндігі 5-тен 1 болады. Кайдзи ойынды тепе-теңге жеткізе алады. Бірақ ол құлды ойнатқан кезде Юкио оны бірден жеңеді. Хёдоға ойын тез біткен ұнамай қалып, ойынды жалғастыруға қарыз ақша береді. Кайдзи Юкио ешқайда қарап отырмағанын аңғарып, құлды ойнатуға шешім қабылдайды. Бірақ Юкио оны бірден жеңеді. Оны алып баратқан уақытта Юкионың қолында басқа сағат тұрғанын аңғарады. Рико оған өмірі жолы болмайтын адамсың деп күледі. Кайдзи оның чипі микро толқындар жіберетін біледі. Рико да оны түсінеді. Кайдзи жоспар құрады. Бірінші әжетханаға апаруға өтініш білдіреді. Ол жерге Ринконы шақыртады. Одан 50 миллион йен беруін өтінеді. Сосын өзінің жоспарын айтады. Ринко келіседі. Солай ойын жалғасады. Ойын алдын Кайдзи айнаға бірер мәрте соқтығысып алады. Үстел астынан ол 3 картаны тығып қойып, Юко көрмей тұрғанда оларды ауыстырып жібереді. Юкио оған сағаты енді көмектеспейтінін түсініп қобалжи бастайды. Басында тең түседі. Ал екінші раундта мүмкіндік 50-50 болады. Бірақ тағы тең түседі. Юкио келесі карта құл екеніне сенімді болады. Өйткені Кайдзи былғанған картамен ойнап отырады. Юкио халықпен ойнамақ болып, құлықты түсінген болып, императормен ойнайды. Бұл дегеніміз Кайдзи жеңді. Өйткені үстел үстінде құл тұрады. Кайдзи оған карталарды тек ауыстырған түр жасағанын айтады. Юкио азаматтығынан айырылып жер астына жұмыс істеуге аттанады. Келесі күні Кайдзи жеңісін тойлап отырып есінен танып қалады. Ұйқыдан тұрған кезде ақшасының барлығын жоғалғанын көреді. Оның енді тек $4,000 қалды. Осылай бұл фильм аяқталады. Арнаға жазылып лайк басып комментарий қалдыруды ұмытпаңыз. Сіздермен Киномен.